Мінекей біздер Ақтөбе қаласындамыз. Жаңа ғана Али бауырымыздың үйіне қонып шықтық. Рахмет, Алла разы болсын, Али. Енді келесі біздегі кесте бойынша Қостанай және Көкшетауға жету мақсатымызда тағы да түнделетіп жететін болармыз. Бірақ қызықты жолдар бізде алда. Кеттік. Free Art Media Group представляет. Ал тұлпарым, қалың қалай? Амансың ба? Менюден Құлсарыға дейін және Құлсарыдан Атырауға дейін жолдар өте жақсы екен. Ол жерде орташа жылдамдықты кішкене асырып болса да жүріп отыруға болады. Бірақ мен сіздерге кеңес бермеймін. Ал Атыраудан Оралға дейін де жол жаман емес, өте жақсы. Осы міне Орал мен Ақтөбенің арасында Жымпитыға дейін жолдардың нашарлығы бар. Жымпиттан 10 шақырым өткенге дейін де сондай жағдай бар. Одан кейін Ақтөбенің территориясында жол жақсарады. Бұл жерде сенімді жүріп отыруға болады. Бисмилля. Ал жол болсын. Ақтөбе, Қостанай. Элемент табу? Элемент табу. Жолда белдіктерімді тағып жүріңдер. Әдейін тағып жүріңдер. Әсіресе Ержан сен. Ешкімге қарамай. Шаш кішке май-май отыр. Сондықтан бейзол киіп алдым. Себебі су өте мұздай. Денсаулықты күту мақсатында суға түскен жоқпыз. Мұздың сұйықтық. Кеттік. Бізде Ақтөбе қаласында 2 ГИС, 2 ГИС, 2 ГИС бағдарламасы жұмыс жасайды екен. Сол арқылы сондықтан сол жұмыстар орталық дүкендерге кіріп қараймыз. Неше түрлі нәрселер жабысты? Клин. Қытай клинге реклама жасап қойды. Бұны білмеймін, алсаңыздар қалай, жақсы ма, жаман ба. Мына жаққа без разводов деп жазып қойыпты, сондай. Очки давай. Кішкені не айтып жүр енді? Фотосессия жасады. Фотосессия мынандай тағы бір ағашта болып, кеше қураған ағаш, мынандай ағаш. Үлкен ағаш екен. Үлкендігі сондай, бұл ағаш тіпті аспанға былай қарасам көргім түсіп қалатындай. Жаңа міне Ақтөбеден шығып, Хромтаудың тұсынан өтіп бір жатсақ, бір ағаш шықты. Ол ағаштың ерекшелігі сондай, ұзын жол, жалғыз ғана ағаш, және үлкен көлемдегі ағаш өзі былай өсіп шыққан, дәл жолдың жиегінен өсіп шыққан.
Ал оның үлкендігінен фуралардың фураларды астынан өтіп кетеді, яғни үлкен көліктер жүк тиейтін, жүк тасымалдайтын. Ағаштың қызығы былай және былай, яғни астынан көлік өтіп кетуге арнап өскен сияқты болып тұр. Өзі ешкім қимаған, ешкім кеспеген, дәл сондағы өскен ағаш. Оның да тұсынан өте әдемі жақсы фотосессиялар жасадық деп ойлаймын. Бұл фотосессияның қандай болғандығын бізден көрсеңіз болады. Біздер міне Ақтөбе Қостанай тас жолындамыз. Әлі жүріп келе жатырмыз. Орта жолдан тоқтай сала үлкен талды көріп фотосессия жасадық. Өте керемет табиғат. Білмеймін, біз сондай бір жалғыз қалған талдарды зерттеп жүріп па. Кеше қураған тал, бүгін гүлденіп тұрған тал. Бәрі тамаша. Көңіл күй өте жоғары деңгейде. Сен түсірген фотолар әрине ұнайды. Оның бір андай өкінетін жерім, мен дәл сол фотограф сияқты түсіре алмайтындығым. Өзіме мысалы инстаграмға салғым келеді де, барлық әдемі дүниені шығарғым келеді, бірақ менде болмайды, ол никак болмайды. Ол фотограф болу әрине ол еңбек, ал талант ол. Менде 1% талант бар түсіруге, бірақ ондай еңбегім жоқ. Ал Бакуның таланты 1%, ал еңбегі 99 екен көрініп тұр. Суреттердің барлығы қараңыздар. Ұнайды маған. Суреттер маған да ұнады. Сәл енді кішкене үйрену керек насчет геометрия жағынан. Бұлай түсіру жағынан енді бәрі дұрыс. Самый главный фокус бар, жұрттарда фокус болмайды. Самый главный фокус бар. Рахмет. Ну, как говорится, тренировку никто не отменял. Go! А да, кстати, мы только что вот вышли с кемпинга, Маяк называется. Тут все, здесь все, зона отдыха для детей, и кафе, и Wi-Fi, и прием платежей, и заправки вон тут. Жаңа атап өткендей, бұл жерде барлық нәрсе бар. Орысшам кішкене қосылып кетті. Қазақшаға аударып алдым. Мына жерде границаға жақын болғандықтан МТС стоп тұрады екен арасында. Сол себепті қазір қайтадан активке аударып алдық. Сол үшін бұл жерде жаңа айтқандай турник бар, балалар ойнайтын качеля бар деп бәрі орысша сөз айтып тұр дейді. Сосын кафе бар, бұл сөздің бәрі біздікі емес, Wi-Fi бар бізде. Білмеймін, қазақша қай сөз араласып жатыр. Тамақтанып алдық. Бұл Маяк деген кемпинг орталық екен. Бұл жерде тек қана орталық деген сөз қазақша болған сияқты, қалғанның барлығы шетелдің сөздер. В общем, шетелі отыр. Нөмірлерін қарасаңыз, Қырғызстанның нөмірі, міне, Ресейдің нөмірі, Қызылорда, екі Қызылорданың көлігі жүр екен. Ресейдің тағы бір көлігі жүр, 196 дейтін регионы. Өзбекстанның көліктері барлық мемлекеттерден келеді екен, алыс жақын елдерден. Ал біздікі Қазақстанның көлігі, ана жақта тұр. Кеттік, жалғастырамыз. Челка. Қайт жоқ бұл ана бұлауды. До конца. Хормен. Давай! И а? Бума, Gel. Mök be. Hep söyleşip duracak. Біз Ақтөбе Қостанай қаласына трассамен жүріп келдік те, Қостанайға келіп жеттік. Ең бірінші айтатын нәрсе, ол Ержан деген бізді күтіп алып, бұл жақта Макдональдстағы бала. Айту бойынша Қостанайдың популяциясы қанша десе 100, яғни 100 адам бар болып тұр ғой.
Соның примерно 15-і оны осы жерде жүр. Қалғандары жайлап бізге гостиница дайындап, сосын ана жол төсеп сөйтіп жатқан болу керек. Соған қарағанда. Сондықтан болар, может, жол салып жүрмей жатқан. Жол салып үлгермей жатқан сияқты. Жол анау ғой, сыйқы. Жолдың мәселесі қай жерден бастап? Денисовка деген жер бар. Денисовкадан мына Рудныйға дейін жол деген не деген үлкен сұрақ белгі тұр ғой ана жерде. Ау, все, Ержан қазір. Ержан шақырып жатыр. Давай. Ержан шақырып жатыр. Ержан не айтатынын көрейік енді осы жол. Ау, Ержан. Дайын ба? Жейтін ғой да? Осы жейтін зат екен. Ержанның айтуы бойынша мінекей күшті тамақ дейді. Солай ғой, менікі қайсысы, мынау ма? Жақсы, рахмет. Ақтауға жалынды сәлем жолдаңыз, біз Ақтаудан келіп тұрмыз. Кет, тамақты жейік. Рахмет. Айтады ғой, Ақтауда KFC ашылып дейді. Ал очередь көп болғандықтан біз Қостанайға келіп, Макдональдста жеп жатырмыз. Ас болсын ба дейші. Бұлайса. Болды, кеттік.